Good day, dear pupils. Құрметті оқушылар, біз бүгін 9-шы сыныпқа арналған 4-90-ның Travel and Tourism деген бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдамақшымыз. Жалпы 2 тапсырмадан тұрады. Бірінші listening and complete the gaps with the correct phrase from the box. Яғни тыңдап, мына беріліп тұрған орындардың астына яғни тыңдап мыналарды қоюымыз керек. A, B, C, D, E деп. Оны енді уақыт алмай мен дұрыс жауабын бірден көрсетейін. Біріншісіне Cambridge, екінші Manchester, үшінші Oxford, төртінші Exeter, бесінші London. Міне бесеуі, осыған 5 балл. Келесі сұрақтарға жауап үшін 3 балл, сонда барлығы 8 балл беріледі. Мына жақта 8 карта тұр. Олардың біреуін таңдап, біз сұраққа жауап беруіміз керек. Жалпы бұл енді туризм туралы және саяхат туралы, иә. Бірінші карта. Are there any places that you would particularly like to go? Барғың келетін жер бар ма дейді бұл жерде. Енді я жоқтың жауап бере аламыз. Yes, there are many places. Көп жерлер бар деп жатырмыз. Like мысалға Көкшетау, Алматы деген сияқты. Are you planning any vacations at the moment? Яғни дәл қазір саяхатты жоспарлап жатырсың ба? Yeah десек. Yes, I am planning. Жоқ болса, no, I am not planning. Planning to go to Шымкент. Мен мысал жазып жатырмын. Өздерің өзгерте бересіңдер. Үшінші, can you easily find your way around new places? Яғни жаңа жерлерден өзің жолыңды тез тауып аласың ба? No, I can't find my way. Тез таба алмаймын. Can you tell me about the kind of things that you usually do on holiday? Және осындай бір демалысқа барғанда сен не істейсің дейді. Суретке түсемін. I will take photos, visit many beautiful places. Барып жерлерді көремін. Buy souvenirs, сувенир сатып аламын дейді мысалға, иә. Деген сияқты. Мінекей бірінші карта бойынша болды. Can you tell me something about your last holiday? Өткен демалыс туралы не айта аласың дейді. My last holiday was fine in Астана. Мысалға да жақсы болды. Did you often visit relatives when you were younger? Кішкентай болғанда сен жиі туыстарыңды көріп тұрдың ба? Burada енді я болса я, жоқ болса жоқты жауап береміз. Yes, I visited them. Мен оларды көріп тұрдым. Do you ever prefer to spend your vacation at home? Көбінесе демалысты үйде өткізгенді ұнатасың ба, дұрыс па дейді. Жоқ деген, no. I prefer to spend in other
countries, басқа елдерде немесе. Do you often read travel reviews? Осылай саяхат рекламаларын жиі оқисың ба? Yes, I often read. Оларды жиі оқимын. Енді үшінші. Do you enjoy planning holidays? Сонда жоспарлаған жақсы көресің ба? Жоқ дейді. No, I don't. You want to relax? Қатырыл демалғым келеді дейді. Differently. Do you have any plans for the next public holiday? Келесі бір яғни бүкіл халықтық бір демалысқа бір жоспар бар ма? Yes, I will. Қатырамын деге. Walk with my friends. Do you have any camping or hiking gear? Сондай бір лагерьге бару немесе бір өрмелеу, тауға шығып деген сияқты сондайларың бар ма дейді. Жоқ, ондай экспириенс жоқ деге әзірше. No, I haven't. Себебі мен кішкентаймын, жаспын деге. Because I'm young. Do you prefer rural holidays or city breaks дейді. Не қала немесе rural, яғни керемет жерлерге барған жақсы көресің ба? I prefer rural holidays. How do you most like to travel? Және қалай саяхаттағанды көбірек жақсы көресің? I like traveling by train. Пойызбен дейді. How do you usually commute? Қалай араласасың адамдармен? Ашықпын дене. I am shy and communicative. Және адамдармен жақсы араласамын. How important is traveling to you? Саяхат деген қаншалықты маңызды? Very important. Маңызды себебі көп нәрсе үйренеміз деге. Because I learn many things. How is your taste in holidays changing? Өзге тамақ жеуің өзгере ма? Жоқ. Yeah, now. Taste is not changing. Алтыншы. What kind of leisure activities do you prefer doing in summer? Так, жазды. I swim and walk around the beach. Жағажайға барам. How often do you stay in hotels? Сен қаншалық жиі қонақ үйде болдың? I have never been in hotels. Ешқашан барған жоқпын. Мен оқушыларсыңдар, осылай жазайын. If you could take any kind of holiday, where would you go in summer? Жазда қайда баратын едің?
I will go. Жоқ, әшке орын қалдырып кетейін. Бір қалаған жерді жазасыңдар. Is there anything you dislike about beach holidays? Жағажайға барғанда сен ұнатпайтын бір нәрселер бар ма дейді. I dislike мысалға мусорлар жатады, rubbish at beach. Is there anything you would like to see abroad? Так, шетелден не көргің келеді дейді. I'd like to see celebrities, мысалы жұлдыздарды көргім келеді. Is of foreign countries. Is your hometown a good place for a holiday? Так, осы өзің тұрған жері демалысқа жақсы ма? Ja десек болады, жоқ десек болады. No, it isn't. Бұл қысқа қайырсақ та болады. What are your plans for the next public holiday? Тағы да сондай, келесі демалысқа қандай жоспар? Wish мен тойлықтың жазамыз жолы, иә. Will celebrate with my family. Үйде отбасыммен. Best things about school holidays. Так, мектеп мерекелері туралы, яғни ең жақсысы не? I like walking with my classmates. Класстармен қыдырған жақсы көремін деп отырмын. What changes would you like to make to the last hotel you stayed in? Так, соңғы болған, яғни отельде қандай өзгерістерді қалайсың дейді. Мен болған жоқпын деп, I have never been in hotel. What did you do last winter holiday? Қыста не істедің? I ski and skate деп жаза берейін. Коньки skate with snowboard in Алматы. What do you find most difficult? As a family. Так, отбасымен бірге ең қиыны не болды? The most difficult was to find the way. Бұл таба алмай қаламыз кейде деге. What do you like about the last place you went on holiday? Так, соңғы барған жерінде не ұнайды? Адамдар. People are friendly and there are beautiful, amazing view. Табиғаты күшті. Мінекей, жазып болдым. Олардың ішінен тоқтатып алып, өздеріңе керек жазып аларсыңдар. Және әлі де алда жиынтық жобалар бәрі шығады. Сондықтан мен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Okay, goodbye, good luck to you. Сау болыңдар, сәттілік оқушылар.